Достар, кешкі сағат 10:30 шамасында маған Каспий KZ номерінен покупка 400 000 теңге, чек об оплате деп сілтемемен сообщение келеді. Сол сообщение жабу барысында қолым сілтемеге басылып кетеді, байқамай. Бірақ тоқтатып үлгерем. Содан тез арада банктың колл центріне хабарласам, ол жерде автоответчик жауап беріп жатыр. Операторлар тек қана күндізгі уақытта жауап береді деп. Содан Каспий гидке жаздым. Скриндарын салдым. Олар айтады, сіздің атыңызға қандай да бір несие, рассрочка рәсімделген жоқ дейді банктың тарапынан. Сосын мен сұрақ қойдым, онда қалай Каспий KZ номеріне маған біреу жазып жатыр деп. Білмейміз, скорее всего, мошенниктер дейді, алаяқтар. Мен айтамын, енді қалай біз оны анықтаймыз? Бұрын, например, Каспий KZ-тен сол осындай номерден келіп жатыр. Қазір қалай анықтаймыз деп сұрақ қойған кезде, ол сілтемеге өтпестен бұрын Каспий банктың сайтына кіріп, сол жерден анықтай аласыздар дейді. Сол сөйлесіп жатқан кезде маған банктың қауіпсіздік қызметінен хабарласты. Яғни служба безопасности. Сіздің атыңызға қаржылай несие рәсімделу процесі жүріп жатыр дейді. Сіз бе деп сұрақ анықтау барысында сіз бе деп сұрап жатыр. Мен айтамын, мен емес, қазір сол сұрақты талқылап жатырмыз, маған сообщение келді деп. Мошенниктер болу керек деп. Тоқтатыңыз деп сұрадым. Олар айтты, тоқтатылды деп. Алдағы уақытта қандай да бір сілтемеге Каспий KZ атынан келетін болса, өтпеңіз дейді. Таныстарыңызға айтыңыз, бұл сообщениені жойыңыз деп жатыр. Алаяқтар қазір 14-14 емес, Каспий KZ-тің номерінен жіберіп жатыр. Егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, кейінге қалдырмай, тез арада таныстарыңызға осы видеоны таратыңыздар, біліп жүрсін. Алаяқтардың құрбаны болып қалмайық. Үйдегі қарттарға, балашаға көрсетіңіз. Егер де Каспий KZ-тің атынан қандай да бір хат, сообщение, сілтеме келетін болса, өтпесін. Ескертіңіз, қазір ескертіңіз, достар. Алаяқтар деген жаман жұмыс жасап жатыр. Құрбаны болып қалмайық, ағайын, таратып кетіңіз, біліп жүрсін.